Саламатсыздар балалар? Саламатсыздар. Көңіл-күйлерің қалай? Керемет. Сабаққа дайындықтарың қалай? Ынталарың қалай болып тұр? Ендеше сабағымызды бастаймыз ба? Жарайсыздар, отыра қойыңыздар. Балалар, өткен сабақты пысықтап алайық, иә? Үй тапсырмасын ескеріп шығайық. Үй тапсырмасына мен қай жаттығуды берген едім? 85-ші жаттығу, иә? Кәне? Үй тапсырмасын мен мына жерде кемпір-қосақ айтысыздар. Қараңдар тақтаға кемпір-қосақтың көзін ашуыңыз керек. Кемпір-қосақтың үстінде нелер тұр? Тамшылар, иә? Сол тамшылармен ашайық. Кәне, бірінші тамшыны ашайық. Қосымша нешеге бөлінеді дейді? Қол көтереміз. Айта байым. Қосымша екіге бөлінеді. Қандай бұл? Айтыңыз. Жалған жұрнақ. Жарайсың. Бағалап қойып. Келесі көзін ашайық. Түбір сөз дегеніміз не дейді? Кәне? Түбір сөз дегеніміз. Сөздің одан әрі бөлінбейтін мағыналары бөлінгі түбір немесе түбір сөз дейді. Мысалы, күн, жыл, спорт, алуан. Келесі сөз. Бізде дойбы деген сөз шықты. Ақназар айта берейін ба? Дойбы. Айзер айтам. Дойбы деген түбір сөзге жұрнақ бір жалғау жалға. Кездес? Дойбышы. Так. Дойбышы? Дойбышылар. Ажырат. Түбір, шы, дойбышы, жалғау. Шы не болады? Жұрнақ. Лар. Жалғау. Жалғау. Кім толықтырады? Мен. Жоқ, сенен басқа. Дойбы деген сөзді тез-тез. Дойбышы мен. Дойбы, түбір, шы, жұрнақ, мен, жалғау. Дұрыс, өте тамаша. Жарайсың. Осылай жауап беріңдер, балалар. Жаңа деген сөз, түбір сөз шықты. Жаңа деген түбір сөз. Іңкәр. Жаңалықтар. Жаңа. Түбір. Тар. Айтпаймыз, көз айтсын. Жалғау. Бірінші жалғау жалғана ма, жұрнақ па? Жұрнақ. Ендеше. Кім толықтырады? Мен. Жаңалықтар. Жаңалық. Жаңа деген түбір. Оқ. Жұрнақ. Тар. Жалғау. Ал енді балалар, осымен өткен сабақты пысықтап есімізге түсірдік, иә? Біз түбір сөз дегеніміз не, қосымша дегеніміз не, қосымша нешеге бөлінеді, соларды өткен болатынбыз. Ендеше бүгінгі біздің жаңа сабағымыз жұрнақ пен жалғау. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты мұғалімнің көмегімен түбір мен қосымшаны ажырата алатын боласыңдар. Мұқият тыңдап тыңдаймыз. Karnın açtı mı? Қазір үйге жетеміз. Анамыз ас әзірлеп қойған шығар. Әрине, тамақты үйден ішемін. Біздің анамызға жететін аспаз бар ма? Айтыңызшы. Бүгін біз қосымшалар туралы сабақ өттік. Қалай аталушы еді? Жұрнақ пен жалғау ма? Иә, олар өте қызық. Сөздің мағынасын өзгертетін қосымшаны жұрнақ дейді. Ол былайша белгіленер. Мысалы, қой бұл үй жануары болады, оған шы жалғасаң, сол қойды бағып жүрген адам болып шыға келеді.
Ya, olar öte kızık. Сөздің мағынасын өзгертетін қосымшаны жұрнақ дейді. Ол былайша белгіленеді. Мысалы, қой бұл үй жануары болады, оған ш жалғасаң, сол қойды бағып жүрген адам болып шыға келеді. Дәрі қана. Ал дәрі сөзіне ерді қосса, дәрігер сөзі пайда болады. Дәрігер науқас адамдарды емдейтін маман. Осындай жұрнақтар арқылы пайда болған жаңа сөзді туынды сөз дейміз. Онда солардың бәрі жаңадан туған сөз değil mi? Иә, бірақ туған емес, туынды сөз. Кейбір қосымшалар жаңа мағына тудырмайды. Олар жалғау деп аталады. Оларды былайша белгілейді. Мысалы, асқа, қа, дәрінің өзгеріп сала берді. Өйткені олар өздерімен бірге қызықты тапсырмалар ала кетіпті. Ал кәне балалар, сол тапсырмаларды қаншалықты қызықты екенін көрейік. Karnın açtı mı? Қазір үйге жетеміз. Анамыз ас әзірлеп қойған шығар. Әрине, тамақты үйден ішемін. Біздің анамызға жететін аспаз бар ма? Айтыңызшы. Бүгін біз қосымшалар туралы сабақ өттік. Қалай аталушы еді? Жұрнақ пен жалғау ма? Иә, олар өте қызық. Сөздің мағынасын өзгертетін қосымшаны жұрнақ дейді. Түбір, ш, жұрнақ, бар, жалғау. Түсінікті болады ма, балалар? О, міне біздің автобус та келді. Жаңа бейне роликте көрдіңдер ғой, балалар? Бүгінгі жаңа сабақты түсінікті болды ма? Сонда бірінші түбір сөзге не жалғанады екен? Жұрнақ. Сосын? Жалғау. Ендеше балалар, дәптермен жұмыс жасаймыз. Дәптерлерімізді ашамыз. Бүгінгі күнді жазып, көркем жазуға бүгін мына әріпін жазамыз. Үй жұмысынан кейін бір жол қалдырамыз. Ақпанның 15-і сынып жұмысы дыбысын жазамыз. Бір-бірімізге кедергі жасамаймыз. Денені тік ұстаймыз. Дәптерді көлбеуін ұстап, көркем әдемі етіп жазамыз. Көркем жазуды, иә? Күнделіктерін шығарыңдар. Сәрсенбі күнге жазамыз. 37-де 90-шы жаттығу. Жазып алыңдар, тез-тез. Ал енді балалар
бер. 90-шы жаттығу. Балалар, жаңа мен сендерге мынандай қағаз бердім ғой, қараңдар. Осыны бір-біреу аламыз да, атымызды жазамыз. Тыңдаңдар, бұны не істейді деп атады? Аттарыңды жазасыңдар. Мама. Жасыл емес, бәрі бірдей ала берді. Не істейді? Аттарың жазыңдар ма? Ручкамен атымыз жасамыз, болды. Тыныш отыр, жазып болған бала басын көтерсін. Тек қана аттарын жазыңдар. Кімге жетпей қалды? Отыр. Жас болыңдар ма? Болды. Жас болсаңдар, тыңдаймыз. Енді бұл не істейміз? Жоқ, қазір түсіндірем. Алейкум. Елмұрат не болды? Аттарын жас болыңдар ма? Енді тыңдаңдар, еститінімізді. Мынау SMS әртісі арқылы бізде телефондар көріп тұрсыңдар, балалар? Мынау жасыл, қызыл, сары. Жасылға кеп бұлай жабыстырған бала, бүгінгі сабақтың барлығы түсінікті болды деген бала осыға жабыстырады. Ал әлі де сұрақтарым бар деген бала сарыға, түсінген жоқпын деген балдар қызыл телефонға кеп жабыстырасыңдар. Ұялы телефонға. Түсіндіңдер ма? Бір топтан жаймен кеп жабыстырамыз. Бәріміз бірге келмейміз. Бірінші жалғау тобы келеді.